Сәлем достар, қалдарыңыз қалай, не істеп жатырсыздар? Достар, сіздерді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Және де достар, менің қасымда мен жалғыз емеспін. Әрине, мына жақта менің достарым өте көп. Тіпті бұдан да достарым өте көп. Бүгін кейбіреулер түспейді. Ол екінші, үшінші серияларында міндетті түрде көре аласыздар. Сондықтан видеоны до конца көріңіздер. Жалпы достар, бұл видеоның тақырыбы бізде мектептегі буллинг деп аталады. Оны өздеріңіз білесіздер. Қазір мен сіздер осы тұрған барлық қыздарды міне көрдіңіздер, барлығын таныстыратын боламын. Ең бірінші менің қасымда отырған ол Медина. Достар, Медина, мына розовый киімдегі бұл бізде Медина. Оның аты қандай болады? Мен Назерке болам. Назерке болады. Мына жақта қыздар. Сәлем достар, дамоқпасар, менің атым Бота деп жатыр. Сәлем достар, менің атым Мерей деп жатыр. Міне бұл қыз Мерей, оқушылар және жалпы буллинг деген сол білесіздер, кемсіту мынағыдай. Бұл енді өмірде қайталамаңыздар, ондайға жол жоқ әрине. Бұл былайша айтқанда алдын алу, сонда не болатынын в общем көресіздер. И вот міне бұл жерде Назерке, мына қыздың аты Мерей, менің атым в общем Мадина болады. Қасымдағы қыздың аты көріп тұрғандарыңыз олар. Сен кім болады? Мадина. Мадина. Вот мына жақта бізде мөлдір жалпы шын аты, бірақ оның өтірік осы ойындағы аты Толқын болады. Солай достар, көріп тұрғаныңыз солай. Енді достар, мына жақта қыздар айтып жатыр, сериал тез басталсын деп жатыр. И поэтому сіздер лайктарыңызды басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер және до конца мен бірге болыңыздар. Ал біз бастаймыз. Кеттік. Сәлеметсіз бе, апай? Сәлеметсіздер ме, балалар? Қалайсыңдар? Осы түсімен неге шулай бересіңдер, Үнемі бір тыныштығы жоқ. Үнемі айқаймен өту керек пе сабағымыз, Неге шулайсыңдар? Старсызды, қайда қарап отырсыңдар? Апай енді өздері ғой шулайтын. Шулаймыз деген апай енді андасында болып тұрады ғой. Ой, сендердің кестерінен мен директорге барып шағым ести берем. Уже директор маған ұрсып берді. Апай енді кешіріңізші. Қысқасы қыздар, бізге жаңадан қыз келеді. Ол ертең келеді екен. Қалай? Мен соған біздің сыныпқа новенький қыз келейін деп жатырмын, апай. Новенький қыз келейін деп жатырмын, не? Қайдан ғана шықты ол қыз? Неге келеді, апай? Өзіміз болып отыра берейік те. Енді бірақ келгенде дұрыс шығар, біздің сыныпта барлығы аз еді ғой. Бота қайда? Бота қазір кешігіп келем деген. Өмір мен сабағына кешке кете жүреді екен. Сендер шаршатып бітіретін болдыңдар, Қалай болады? Назерке? Новенький келсе не болады екен? Білмеймін. Бір күшті қыз бар ойлап тұрмын. Соны айтам, күшті қыз келсе болар еді. Ауыздарыңды жабыңдар, сөйлей бермей. Толқын, жай шама. Көрерміз, күтіп алармыз ертең. Қандай новенький екен? Көрейік. Бомж ба или қалай? Бомж деген ондай болмайды ғой. Жақсы қыз болатын шығар. Олай айтпайық. Ертең берсе көрерміз. Так, жазамыз бір бәлейді сір бәлей. Балдар жазамыз, жақсы ма? Не деп кетті? Балдар. Апай, балдар нес, қыздар десеңізші. Бұл месте қыздар оқиды ғой. Бәрібір ғой. Мен қазір 1 сағатта келіп қалам. Бір шаруаларым шығып қалды. Апай, ондай бола ма не? Болады. Сосын келем. Шолмай тыныш отырыңдар, жақсы ма? Қазір тағы директор шақырып жүрмесін. Жақсы, апай, барлығы чеки-чеки. Чеки-чеки, бум-бум. Бота жаңа соғып ет келе жатым деп қайда кетіп қалды? Мен TikTok аккаунтын тезірек дамыса екен, әлі 500 подписчик қой. Тағы да 500 подписчик қосып алса да 1000 оқырман болсам, керемет болар еді. Ура, наконец апай кетті ғой. Көп сөйлетесіз осы біздің апай бармес па? Қойшы, олай айта бермеңдер. Как будто апай жамандағандай ғой. Қанша деген өзіміздің сынымыздың апай ғой енді. Ой, сенде бір Мадина. Адамдарды түсіне береді екенсің. Енді түсінген не жамандығы бар? Так, солай. Қарым ашып кетті ғой. Тезірек асханаға барсақ екен. Айтпақшы, кеше кірпік істеткем. Қалай? Қайыз? Мерей, кірпік істетіп алыпсың ғой. Апай кетіп қалып ба? Ұйықтап қалыппын. Бота, сен жаңағыда маған соққан осы ма келе жатым деп? Ой, кешіріңдер. Не болып жатыр?
жер сілкінісі орын алған жоқ па? Мә, кәдімгідей маубас екенсің, енді бар емес пе? Жақсы, не істейміз? Мә, Мери апайдың кеткенін тойлап билеп жатыр ма? Ол басқа жаққа кетіп қалды ма не? Я, қазір 1 сағаттан кейін келеміз деген. Апайды білесіңдер ғой, 1 сағат деп вообще 1 күнге кетіп қалады ғой ол кісі. Кетікші, мә, асхана барып тамақ ішіп келмесек, апай жоқта как раз. Қарын ашып кетті ғой. Күт Мадина. Я, жүр. Қыздар қайда? Бота, Мери. Сіздер не қарындарын ашқан жоқ па? Болсаңдаршы. Кімге шей? Подружка, привет. О, привет. Қалайсың? Екеуі не бір-бірлерін жаңа көрдіңдер ме? Привет деп. Күнде көріп жүрген жоқсыңдар ма? Жүріңдерші, кетті асхана барайықшы. Я жүндер. Достар, енді бірде айтып қойын, бізде бұл жақта сообщение менен көріп тұрғаныңыз жазылмайды. Unlock chat деп тұр, айтып осындайға жазып енді отырамыз. Мен олар билеп жатыр. Мама, жындылар, не істеп жатсыңдар сендер? Биімізді қарсы алыңдар екеуін. Мә, кәдімгі егіз сияқты билеп жатыр, я? Билеп жатыр па? Я, керемет. О, мен де үйрендім. Мә, жарайсың, Назерке, сразу үйреніп алған айтам да. Ертең тағы да бір қыз келеді дейді ғой. Мә, уже айтып жатырмын Мери, конечно. Сол енді қандай қыз келеді екен көрерміз. Я, білмеймін, көрерміз. Жүзінде асханаға. Я, сол неғып тұрып кеттік асханаға. Ой. Ал қыздар, ас болсын. Рахмет. Назерке, не алдың пиццама? Ана новенькая қыз келіп алып бәле шығарып жүрмесін? Білмеймін енді, норм қыз болады шығар. Болса да, болмаса да, әйтеуір сынымыздың бәрін құртып жүрмесе болған. Не айтып жатсыңдар? Ана новенькая қызды айтып жатын, осыдан біздің сынымызға тиісетін болсын, көзін құртам оның. Я. Мә, Бота, жосқысың ғой сен? Ну, конечно. Енді тірідей жұтам ғой. Қойындаршы, олай айтпандаршы. Ертең келсе мен оған буллинг көрсетемін. Я. Қыздар, ата-анасын шақырып келсе не істейсіңдер? Ой, маған бәрібір екен, ата-анасын шақырама, басқасын шақырама. Көрерміз ертең. Жақсы. Может, кедей қыз болатын шығар? Кедей бола ма, бай бола ма? Оның не шаруалар бар? Не дейсің? Жоқ ішіне, бара беріңдер қазір. Ой, осы біздің сыныптың қыздарын түсінбеймін. Неге ол адамдарды бөледі? Жақсы подружкасы болып кетсек болған емес пе? Жақсы. Я, тамақ іше берейік. О, молодец, Бота. Тағамдарды дайындап қойыпсың ғой. Конечно, мен алсам сендер алмайтын секілдісіңдер ғой. Күтетіңдер мені. Мә, кайф, я, мектепте ешкім жоқ, апай да жоқ, басқасы да жоқ. Өзіміз би, өзіміз қожамыз ғой. Мә, Бота, рахат шығарай, өзінің машинам бар, тайып кетіп бара жатсың ғой. Конечно, осындай кезде машинам болған кайф қой. Сендер тасып жүрем, үйті өзімде шаруаларым тез бітіріп алам. Я, күшсінай. О, подружка, сәлем, қалайсың? Мә, сәлем. Назерке екеуін не істеп жүрсіңдер? Мә, заң күшті жаңалық бар ғой. Қандай? Біздің сыныпқа новенькая келейін деп жатыр ғой. Мә, қойш. Иә. Мә, біз сынып болып бәріміз бадырайып қалғанбыз ғой. Мә, Мадина, енді сен жылы қабақтан тән шығарсың, сен сондай едің ғой бала кезден. Ну, енді я, бірақ біздің қыздар түсінбеймші. Әйтеуір бәрі жау секілді. Ертең буллинг көрсетеміз оған, анау-мынау деп жатыр ғой. Назерке. Ау. Сен өзің қалай ойлайсың? Негізі буллинг көрсетпеген дұрыс қой, ә? Иә. Енді новенькаяны жақсы көзқараспен күтіп алған жақсы ғой. Ну, енді жақсы ертең берсі көрерміз, ә? Иә. Жақсы, мен жағыма қайтайын, сол бол, көріскенше. Сол бол. Пока. Пока. Жағыма қайтайын.